құрметті көрермендер, бүгінгі 1 сәуір күлкі күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Тікелей эфирде өзіміздің Ақтөбе жерінен шыққан қазақтың әзіл қалжыңын халыққа кеңінен насихаттап, ауылдық жерлерге мәдени қызмет көрсетіп жүрген Екезу сатира театрының актрисасымен кездескелі отырмыз. Олай болса таныс болыңыздар, күлкі көңіл ажыратты онлайн сұхбатымыздың қонағы актриса Ермағанбетова Гүлзат Маратқызы дейді. Саламатсыз ба? Саламатсыз. Бұл өнер жолына қалай көзқарас болды? Осы проблеманы жеңе алдыңыз ба? Өте орынды сұрақ. Әсіресе қыздарға келетін болсақ, көбінесе қыз балдарға әртіс болу, өнер жолын таңдау өте қиын. Шыны керек, өзімді қыз баласымын ғой. Менің де ата-анам рұқсат берген жоқ. Себебі әйел адам, қыз баласы ертең болашақта тұрмыс құрады деген сияқты, өнер жолында жүрсең ол қалай болады екен деген сияқты. Ол енді ең үлкен проблема, ол біздің ата-анамыз ойлайды, біз жайлы деп ойлаймын. Бірақ менің көзімдегі от жанарыма қарап, мен өнер адамы боламын, әртіс боламын. Температиві қалай өсіп келе жатыр? Біздің театрда жастардың бар, сонда Екезудің да? Екезудің, жалпы жастардың қазіргі. Өте керемет сұрақ қойып отырсыз, себебі бізде театрда жастар көбейді. Жастар көп. Ең бастысы жастар өнерге деген талпынысы өте мықты. Егер де маған киноға түсу, немесе басқа салаға жағынан өз өнеріңізді көрсетсеңіз, өз жағыңыздан қандай болады деген сондай сұрақтар, талаптар келетін болса маған, әрине мен киноға түсуге қуана риза болар едім. Өзім естуім, жалпы сіздің алғашқы мамандығыңыз хореография екен. Енді көбінесе осы театрдың қазір музыкалық дейді, хореографиялық дейсін қойылым өзіңіз қоясыз ба? Ең алғашқы мамандығым биік ұжымның жетекшісі, хореограф. Не берді? Маған Екезу сатира театры шабыт берді. Мені осы театр Гүлзат Ермағанбетова Маратқызы тұлға қылды десем болады. Мен осы театрда өмір сүрем. Мен рахаттанам. Жан дүнием тыныш болады. Мен мақтан тұтам. Осындай театрда әртіс болып жұмыс жасап жүргеніме. Мен қуанам, осындай театр біздің батыс өңірінде болғанына. Қыздар қауымда жалпы мықты болу үшін қандай кеңес айтар едіңіз? Қыздардың мықты болуына қандай кеңес ба? Өте бір жақсы керемет сұрақ десем де болады, мотивация десем де болады. Қазіргі біздің қыздарға айтарым, біздің қазіргі жастар болсын, қыздар қауымы өте еңбекқор. Өте еңбекқор, өте сондай салиқалы қыздар, өнерлі қыздар. Мен көптеген халықпен жүрген азамат мен кездесіп сізге қуаныштымыз. Енді сізге біріншіден денсаулық тілеймін, сосын екіншісі шығармашылық табыс тілеймін. Отбасыңыз аман болсын, жұмыста жемісті болыңыз. Жүріп жүрсек, әрқашанда біз қартаймаймыз, әдем болып жүреміз деген сияқты сіздерге әрқашанда күлкі тілеймін, күлкі өмір жасын ұзартады дейді. Келгендеріңізге көп рахмет, алғысымыз шексіз. Күлетін болады. Олай болса бүгінгі сұхбатымызды аяқтаймыз. Бүгінгі сұхбатта болған Екезу сатира театрының актрисасы Гүлзат Ермағанбетова. Мереке құтты болсын, сау саламатта болыңыздар. Сізге де көп рахмет.